10 жыл. Ол күн сайын темір торға қарап бір ғана сұрақ қоятын. Қызым аман ба екен? Айгүл өз кінәсі үшін емес, қызы үшін түрмеге түсті. Бір түні оның қызы қорқынышты оқиғаға тап болады. Ана жүрегі шыдамайды. Сол сәтте ол бәрін өз мойнына алады. Түн. Сыртта жаңбыр жауып тұрды. Қала іші тым-тырыс еді. Айгүл терезенің жанында үнсіз отырған. Сағат тілі түнгі 2-ден асып кеткен. Бірақ оның көзіне ұйқы кірмеді. Кенет есік қатты ашылды. Анашым, деп қызы жылап кіріп келді. Айгүл орнынан атып тұрды. Қызының қолы дірілдеп, үстіндегі киімі жыртылған еді. Көзінен жас тоқтамай ағып жатты. Не болды? Айтшы маған. Қызы сөйлей алмады. Тек мен оны итеріп жібердім деді сыбырлап. Сол түні бәрі өзгерді. Қызы өзін қорғамақ болған. Бірақ әлгі адам басын ұрып алып қозғалысы жатқан. Қорқыныштан қызы не істерін білмеді. Айгүл бір сәт қызына қарап тұрды. Жас өмірі алда. Ал ана жүрегі бір шешім қабылдады. Ештеңе айтпа. Мен бәрін өз мойныма аламын. Жоқ, мама. Жоқ. Сенің өмірің әлі алда. Мен анамын, ана баласы үшін бәріне барады. Сол түні полиция келді. Айгүл ештеңені түсіндірмеді. Бар кінәні өзіне алды. Сот болды. Судьяның үкімі залда ауыр үнмен шықты. 10 жыл бас бостандығынан айыру. Қызы залда айқайлап жылады. Ал Айгүл тек жымиып қарап тұрды. Жылама, бәрі жақсы болады. Темір есік тарс жабылды. Сол күннен бастап Айгүл үшін уақыт тоқтап қалғандай. Түрмедегі өмір өте ауыр болды. Суық қабырғалар, ұйқысыз түндер, ауыр жұмыс. Бірақ ең ауыры қызының сағынышы еді. Айгүл күнде қызының кішкентай кезін есіне алатын. Алғаш мама деген сәтін. Мектепке алғаш барған күнін. Туған күндерін. Әр түн сайын жастығын құшақтап жылайтын. Бір күні қызы келуді тоқтатты. Алғашында Айгүл түсінбеді. Мүмкін ауырып қалған шығар, деп күтті. Бірақ апталар өтті. Айлар өтті. Қызы келмеді. Кейін бір әйелден естіді. Қызың бәрін біледі екен. Сені жек көріп кетіпті. Айгүлдің жүрегі сол сәтте бөлініп кеткендей болды. Себебі қызы шындықты білмейтін. Жұрттың бәрі анасы қылмыскер деді. Қызы да сеніп қалған еді. Сол күннен кейін Айгүл ешкіммен сөйлеспейтін болды. 10 жыл. Ұзақ өте ұзақ уақыт өтті. Шашына ақ түсті. Бетіне әжім түсті. Бірақ жүрегінде бір ғана үміт қалды. Қызым бір күні бәрін түсінеді. Бостандыққа шығатын күн келді. Темір қақпа ашылды. Айгүл сыртқа баяу қадам басты. Күннің жарығы көзіне ерекше көрінді. Бірақ оны ешкім қарсы алмады. Қолында кішкентай ғана сөмке. Баратын жері де жоқ. Ол аялдамаға барып үнсіз отырды. Сол кезде түрме қызметкері жүгіріп келді. Айгүл, сізге хат қалдырған. Айгүл дірілдеген қолымен хатты ашты. Хатта былай жазылыпты. Анашым, мен бәрін енді білдім. Сол түні болған шындықты маған бір адам айтып берді. Сіз мен үшін өміріңізді құрбан еттіңіз. Мен сізді жек көріп жүргенім үшін кешіріңіз. Мен сізді күтіп тұрмын, мама. Үйге қайтыңызшы. Хаттың үстіне көз жасы тамып кетті. Айгүл үнсіз жылады. 10 жыл бойы алғаш рет оның жүрегі жеңілдегендей болды. Ана махаббаты ешқашан өлмейді.